Міне лекалдарды орналастырып, міне біз матамызды кромка жағымен міне бүктеп алған болатынбыз. Міне мен теріс бетінен бүктедім. Лекалдарды қойып, оны бормен сызып шықтым. Міне оюымызды да осылайынан бастырып шықтым. Мен алдыңғы бойды негізі полный бірінші мен лекалда детальдарды бөлмеген түгім алдына тігіс түседі, сондықтан ана жерде кішкене линия сызып қойғам, соны артық бүйтіп полный сызып қойғам ғой. Міне мына жақта жарты бөлігі тұр. Міне енді осыны қиып аламыз. Негізгі жіп бойынша барлығын орналастырдық міне лекалдарды. Міне түзу болып. Енді осыны қиып, астардан да қиятын боламыз. Міне барлық детальдарды қиып алдық. Және де міне өңірлердің барлығын міндетті түрде дублириндаймыз. Яғни қаттылық беру үшін негізгі матантты дублириндауға болады. Негізі қаттылық үшін, бірақ мен үшін тек қана өңірді дублириндаған өзіме солай ұнап тұр. Міне оюларды біз осылай артығымен қиып аламыз. Дәл мына бортмен сызған линиямен қиып алудың қажеті жоқ. Өйткені біз тігем дегенше оны әрі бері қозғаймыз. Сол кезде кішкене сетінеуі мүмкін. Және де міне артығымен қиып алғаннан кейін оюға мен лекалға орын қалдырмаған. Оюдың лекалын өзім бергенмін. Сіз оюды түзу қоюыңыз мүмкін, немесе осылайынан қиғаш қоюыңыз мүмкін, немесе керісінше осылай қаратып қоюыңыз да мүмкін. Сондықтан оны өз таңдауыңызға қалдырдым. Мен мысалы осылай қиғашынан қойғым келіп тұр. Және де мен қазір мынаны түйреп алып, екі жағын бірдей етіп түйреп аламын да. Кейін мына жерді, осы бормен сызған жерді осылай тігіп шығатын боламын. Тігіп шыққаннан кейін барып мына жерді 0,5 см қалдырып қиып шығатын боламын. Кейін оны ашып сөксек те болады, немесе солай қалдырсақ болады. Өзі уақыты келген кезде біртіндеп ашыла береді. Міне бізде қазір қосып тігіп, сол жерде тоже тігіс түседі. Міне артқы бой барлығы дайын. Енді тігу процесі басталады. Бірінші біз тігетін кезде бірінші осы оюын тігіп алатын боламыз. Міне оюларымызды енді орналастыратын боламыз. Маған оюының осылай тұрғаны ыңғайлы, әдемі болып тұр. Өзіме осылай мынандай ине түйрейміз. Осы кезде түйреп алып көктеп шықсаңыздар да болады. Мен бірақ көктемеймін. Осы инемен түйреп асықпай әдемілеп тігетін боламын. Сенімділік үшін көктеген тиімдірек. Міне түйреп шықтық. Негізі мына жандарын бәрін бүйтіп көктеп шыққан дұрыс, тиімдірек болады. Бірақ мен инемен түйреп ақ тіге беремін. Асықпай, әр бөлікті жеке-жеке тартпай, солай тігіп шығатын боламын. Міне мына бөлікке, мына бөлікті де бірдей етіп сәйкестендіріп түйреп аламыз. Кейін қазір машинкаға барып тігеміз. Машинкада, міне менде бытовой машинкада болса да бізде мынандай екі жіп қоятын жер бар ғой. Сөйтіп орналастырып, барлығын бір жерге түйреп, яғни екі жіппен тігетін боламыз мына оюдың линияларын. Міне мен екі жіп сабақтадым. Бытовойда да солай екі жіпті сабақтайсыз. Астында бір жіп тұра береді. Мен өзім, мысалы, түсіне сәйкес жіпті алсаңыздар болады. Сұрдан алсаңыздар болады. Мен осындай қоңыр
түсін алғым келіп тұр, сол қоңыр түспен тігетін боламын. Сіздерде сондай кішкене серый емес, басқа цветті алсаңыз да күшті. Лапкамызды көтереміз. Кейін осы жерінен бастап. Міне осылайнан әр линияны қарап отырып, осылай лапкамызды көтеріп отырып тігеміз. Міне оюды тігіп шықтым. Енді шеттерін соңынан қиятын боламын. Енді мына жерге яғни бізде бөлік бар ғой деталь, міне осылай қосып тігіп шығуымыз керек. Мына екінші детальдікі. Міне осылайна міне өң беттерін беттестіріп, өң беттерін беттестірдік қой. Міне енді машинкаға барып, осы жерді қосып тігіп шығатын боламыз. Екінші бөлігінде дәл солай. Міне қосып тігіп шығып, міне жоғарыға қарай осылай үтіктеп шықтым да. Енді мына жерден міне ровно 1 сантиметр, немесе 0,7 либо 0,5 или 0,7 етіп, мына қосылған тігістен осы жерге сәндік тігіс жүргізетін боламыз. 0,7 или 0,5 пен. Осылай тігіп шықтым. Енді әдемілеп үтікпен басып шығамыз. Және де бізде артқы бойда тоже дәл ортасынан сәндік тігістер жүргізсек болады. 3 линия. Міне дәл орта сызығы менде белгіленіп тұр өзі. Сол жерден прямой, осылай біз қазір бір жібімізді алып тастаймыз ғой, өйткені қолтық ойындыларын бәрін қосатын кезде. Оның алдын сәндік тігістерін барлығын орындап алған жөн, 2 жіп болған кезде. Міне сәндік тігіс ретінде міне 2 линия, 3 линия жүргізем. Сіздер 4 линия, 5 линия, либо 1 линиямен жүргізіп қойсаңыз да болады, өзіңіз білесіз. Немесе вообще линия жүргізбесеңіз болады. Міне осындай түзу линейкамен сызып алдым, өткен қиыс кетпеш үшін. Міне ровно осылайнан 3 линия жүргізіп алдым. Қазір сәндік тігіс ретінде тігіп шығатын болам, осы ровно линия бойынша. Тіктік, әдемілеп үтіктеп шықтық. Енді кезекте міне тоже алдыңғы бойын тоже бояуларын барлығын үтіктедіп, енді мына жерді 0,5 сантиметр қалдырып, тігіске 0,5 сантиметр осы жерге жеткізбей қиып шығамыз қайшымен. Міне осындай кіттай қайшының көмегімен жаңа қиып шықтым. Міне
аккуратно кішкене мына тігізге жеткізбей бір 0,3-0,4 қалдырып қиып шыққан болады. Міне ішкі бөліктерін қисаңыз да болады. Міне кішкене ашық қалдырып осындай қылып. Мына жерлерді или осылай қалдырсаңыз да болады. Енді мына екіншісін қазір қиятын боламын. Кейін бір үтік басып, иық-қиықтарын қосатын боламыз. Ендігі кезекте артқы бой мен алдыңғы бойды, негізгі маталарын иық-қиығы арқылы қосатын боламыз. Міне өң беті. И міне тоже өң беті. Мына жерден бастап міне жерді қосып тігіп шығатын боламыз. Кейін қосып тіккеннен кейін ашып үтіктейміз. Міне қосып тігіп, ашып үтіктеп шықтық. Осылайынан. Ендігі кезекте астарын, өңірлермен астарды қосып, тоже осылай дайындап аламыз.